Быйылғы 2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатта белгіленген күнтізбелік мерейтойлар мен қазақ әдебиетінің негізін салушы тұлғаларды атап өтуге рұқсат етіңіздер. Қаз дауысты Қазыбек би, шешен және қоғам қайраткері, туғанына 355 жыл. Дулат Бабатайұлы, ақын, жырау, ағартушы, сатирик, тарихшы, туғанына 220 жыл. Ахмет қоғам қайраткері, туғанына 120 жыл. Ғабит Мүсірепов, қазақтың халық жазушысы, драматург, мемлекет және қоғам қайраткері, туғанына 120 жыл. Әзілхан Нұршайықов, Қазақстанның халық жазушысы, туғанына 100 жыл. Мұхтар Әуезов, жазушы, белгілі қоғам қайраткері, академик, профессор, туғанына 125 жыл. Сырбай Мәуленов, ақын, жазушы, Ұлы Отан соғысына қатысқан, туғанына 100 жыл. Зейнолла Қабдолов, жазушы, әдебиет зерттеушісі, ұстаз, филология ғылымының докторы, профессор, туғанына 95 жыл. Шерхан Нұртаза, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның халық жазушысы, туғанына 90 жыл. Дулат Исабеков, жазушы, драматург, қоғам қайраткері, 80 жыл. Төлен Әбдіков, қазақ жазушысы, драматург, қоғам қайраткері, 80 жыл. Мағжан Жұмабаев, Алаш қоғам қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Ілияс Жансүгіров, ақын, драматург, сатирик, балалар, бұл жол басы даналыққа. Келінге түсіп қойған қаралыққа, бұл жолмен бара жатқан өзіндегі суаларды көре қақталалыққа, даналық көшке шарып кетпес байлық, келінге тізе болып қалалыққа. Бейнесін зер көзе қоймасан, бұл өлерді бұл елін жерге салып, байлалықсың қалдырмасын қоймасан. Өнер білім бар жұртта. Қазақ сарай салғызды, айшылы дауыс жерлерден, көзін ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арманы, мың шақырым жерлерде, күн жарымда барғызды. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып жаттанба, ойнап достар күнге, бес нәрсеге ашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болан безеңіз, біреу өмірін алыңда, оған қайғы жесеңіз, өзен өтіріп мақтанша, емшек кетер мал шашпақ, бес аспан сүрсеңіз, қанағат рақым ола қой, бес аспыз көзсеңіз. Ана тілін біліп қой. Еркіндігін теңдігін, ана тілін біліп қой, мақтар үшін ертігін, ана тілін қарын бол, ұяты жол көрмекте, өздерінің бәріне, өз тіліне құрметте. арыстандай айбатты, Жолбарыстай қайратты,
совет әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, қоғам қайраткері, киелі қара шаңырақ мектебімізге аты берілген Сәкен Сейфуллинді де тіл мәселесі қатты толғандырған. Сәкеннің тіл туралы жазған 1923 жылы 15 қаңтарда жазған «Қазақты қазақ дейік, қатені түзейік» деген еңбегінде біздің бір үлкен кемшілігіміз, басқа жұрттан бұрын өзімізді киргиз дейміз. Біздің Қызыл Қазақстан журналы орысша Красный Киргизстан деп аталады. Егер де біздің қазақ бұл қатені түзетем десе, оп-оңай түзетіп әкетер еді деп айтқан сөздері әрине қазіргі таңда жүзеге асты. Тіл біздің ертеңіміз, ана тіліміз ұлттығымыздың, мемлекеттігіміздің белгісі. Мемлекеттігіміздің тіл деңгейін одан әрі асқақтату үшін өткенімізді ұмытпау біздің парызымыз. Майқұс ана қат жазыпты, депті балам сағындым. Ұлыттың ғой бізді тіпті, бір келмедім яғылдым. Оқу іздеп кеткеннен ауылға бір қайтпадым. Біз не көрдік жеткеннен елге кеп уәз айтпадым. Талай жылап жүруші едім, сенің бала кезінде, неге екенін білуші едім, қалқа тайым өзінде. Алданышым қалқам еді, сонда менің қуат.